Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам жауапкершілігі. Құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттері жауапкершілік, ұқыптылық, тәртіптілік. Сабағымыздың мақсаты жауапкершілік туралы түсінік бере отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Міндеттері жауапкершілік ұғымын ар-ұят пен ұқыптылық қасиетімен байланыстыра отырып түсіндіру. Ұқыптылық, тәртіптілік қасиеттерін дамыту. Өмірге, іс-әрекетке ар-ұят пен аса ұқыптылықпен қарауға тәрбиелеу. Сабағымыздың басында 5-ті ережесін есімізге түсірейік, балалар. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Құрметті оқушылар, енді жағымды көңіл күйге енеміз. Тақырыбымыздың дәйек сөзі, балалар, өзінің айналасындағы жора жолдастарының, бауырларының жан дүниесіне үңіліп қарамаған адам өмірде үлкен қиыншылықтарға кезігеді және айналасына зиянын тигізеді. Альфред Адлер. Дәйек сөзді қалай түсінесіңдер, балалар? Балалар, енді менің әкелген сыйымды тыңдаймыз. Төле би бала кезінде Әнет бабаға барыпты. Жасы 100-ге келіп қалған Әнет баба ел бірлігі жайында әңгіме айтып отырады. Төле, қалай еткенде бірлік болады, оның күші қандай болмақ дегенді сұрайды. Сонда Әнет баба әуелі жауап айтпас бұрын бір бума солқылдақ шыбық алдырып, балам, мынаны сындырып көрші дейді. Төле болған шыбықты олай-бұлай еп сындыра алмайды. Енді сол шыбықты біртіндеп сындыршы. Төле ортасынан болған шыбықты шешіп, біртіндеп оп-оңай сындырып береді. Әнет баба, бұдан не түсіндің, балам, дейді. Сонда Төле бала, түсіндім, баба, бұл мысалыңыздың мәнісі ынтымағы, бірлігі мықты елді жау да, дау да ала алмайды. Саят жүрген таяқ жейді демекші. Бірлігі, ынтымағы жоқты жау да, дау да оп-оңай алады дегеніңіз ғой. Бәрекелде, балам, дұрыс таптың. Ел билеу үшін алдымен елді ауыз бірлікке, ынтымаққа шақыра біл. Бақ, қайда барасың? Ынтымаққа барамын дегеннің мәнісі осы, депті Әнет баба. Ал балалар, олай болса әңгімелеу бойынша сұрақтар. Төле би Әнет бабаға не деп сұрақ қояды? Әнет баба Төле биге қандай тапсырма береді? Әнет бабаның тапсырмасында қандай мән жатыр? Әнет бабаның бойынан қандай қасиеттерді көруге болады? Бірлік, ынтымақ сөздерінің мәнін қалай түсінесіз? Сендердің сыныптарыңда ынтымақ пен бірлік бар ма? Айтып беріңдерші. Оқушылар, олай болса, бірінші, екінші тапсырманы орындауға көшеміз. Бірінші тапсырма жағдаятты оқып, өз шешімдерің мен ой тұжырымдарыңды айтыңдар, сұрақтарға жауап беріңдер. Екінші тапсырма адам жауапкершілігінен туындайтын жақсы қасиеттерді, игі істерді тауып жазыңдар. Ал оқушылар, енді біздің топпен ән айту айдары да келіп қалды.
Балалар, үй тапсырмасына менің жауапкершілігім атты тақырыпта эссе жазып келеміз.